Сіз қазір технологиялардың нағыз таңғажайып дәуірінде өмір сүріп жатырсыз. Бірақ сіз ойланып көрдіңіз бе? Осының бәрі қайдан басталды? 100 жыл бұрын адамдар бүгінгі әлемді елестете алар ма еді? Кеше біз от жағып қарапайым құралдар жасап, әлемді танып білген едік. Сәл кейінірек алғашқы өнеркәсіптік революциялар, бу машиналары, телефон, радио. Сіз бұл кезеңді білесіз, бірақ бүгін Тесла автопилотпен жүреді. Тіпті үйіңізде сізден сөйлесе алатын дауыстық көмекші бар. Бұл шындық. Ертең біз кванттық компьютерлермен, жасанды интеллектпен адамзаттың ғарыштық дәуіріне аяқ басамыз. Бірақ бұл болашақ сіз ойлағандай керемет пе? Әлде қауіпті ме? Қазір мен сізді 1 сағаттық саяхатқа шақырамын. Біз технологиялардың кешесі, бүгіні және ертеңі туралы сөйлесеміз. Өткендегі ең маңызды жаңалықтарды еске алып, қазіргі өмірімізге қалай әсер ететінін талқылаймыз. Ал болашаққа деген болжамдар сізді таң қалдыруы мүмкін. Соңына дейін көріңіз, бұл сіздің болашағыңыз. Біз бастаймыз. Енді сізбен бірге уақыт машинасына отырып, өткенге сапар шегейік. Сіз қазір 21 ғасырда тұрсыз. Бірақ көз алдыңызға елестетіңіз. 300 жыл бұрынғы әлем. Компьютер жоқ, интернет жоқ, автомобильдер де жоқ. Адамдар тек өз қолымен, қарапайым құралдармен жұмыс істейді. Бірақ бұл ұзаққа созылмады. Бірінші индустриалдық революция, 18 ғасыр. Будың дәуірі басталды. 1760 жылдары Джеймс Уатт бу машинасын ойлап тапты. Бұған дейін зауыттар қолмен, жел немесе су күшімен жұмыс істесе, енді алып машиналар бу күшімен қозғала бастады. Зауыттар мен фабрикалар пайда болды. Европа мен ақш бірден өзгеріп кетті. Ауыл шаруашылығынан өнеркәсіпке қарай көш аударды. Екінші индустриалдық революция, 19 ғасырдың соңы, 20 ғасырдың басы. Егер бұл бәрін өзгертсе, электр қуаты әлемді төңкеріп тастады. 1879 жылы Томас Эдисон шамды ойлап тапты. Енді зауыттар тәулік бойы тоқтамай жұмыс істей алады. Ал телеграф пен телефон адамдарды алыс қашықтықтан байланыстыра бастады. Ары қарай жаппай өндіріс. Генри Форд өзінің әйгілі конвейер жүйесін ойлап тауып, машиналар арзан әрі халыққа қолжетімді бола бастады. Үшінші индустриялық революция, 20 ғасырдың ортасы, 21 ғасырдың басы. Бұл цифрландыру дәуірі. Компьютерлер, интернет, алғашқы бағдарламалар. 1940 жылдары алғашқы компьютерлер алып бөлмелерді толтырып тұрды. Бірақ 1970 жылдары транзисторлардың дамуы бұл машиналарды кішірейтіп, қуаттырақ етті. 1990 жылдарға қарай әр үйде компьютер мен интернет пайда болды. Бұл біз білетін жаңа дәуірдің бастамасы еді. Ал қазір 4-ші индустриялық революция дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Жасанды интеллект, робототехника, биотехнологиялар бұл өткеннің технологияларынан әлде қайда ауқымды. Бірақ бұл кейінірек айтамыз бұл туралы. Ал сіз қалай ойлайсыз? Қай революция адамзатқа ең көп әсер етті? Комментарийға жазыңыз. Пікір бөліміне немесе мына чаттағы жерге өз ойыңызды қалдырыңыз. Ал біз келесі кезеңге өтеміз. Бүгінгі технологиялардың бізге қалай әсер етіп жатқанын бірге зерттеп көрейік. Қазір сіздің қолыңызда смартфон бар. Ол кез келген ақпаратты 1 секундта таба алады. Жоғарғы сапалы HD форматында видео түсіреді. Миллиондаған есептеулерді жасай алады. Бірақ сіз білесіз бе?
Осыдан 80 жыл бұрын осындай бір ғана қарапайым есептеу үшін бүтіндей бір ғимарат қажет болды. Алғашқы компьютерлер 1940-1950 жылдар. 1946 жыл ENIAC. Бұл адамзат тарихындағы алғашқы электронды компьютер. Ол 167 шаршы метр аумақты алып, 30 тонна тартқан болатын. Қазір сіздің қалтаңыздағы смартфон бұл компьютерден миллион есе қуатты. Бірақ дәл осы ENIAC цифрлық дәуірдің алғашқы қадамы болған еді. Интернеттің пайда болуы 1960-1990 жылдар. 1969 жыл ақш-та ARPANET деген жоба іске қосылды. Бұл бүгінгі интернеттің атасы. Алғашында әскери мақсатта жасалған бұл жүйе кейін университеттер арасында ақпарат алмасуға мүмкіндік берді. 1991 жыл 3W дәуірінің басталуы. Тим Бернерс-Ли бүкіл әлемдік ғаламтор торы World Wide Web, яғни 3W жасап, адамдарға браузер арқылы интернетке кіруге жол ашты. Осыдан кейін технологиялар қарқынды дами бастады. 1998 жыл Google пайда болды. 2004 жыл Facebook іске қосылды. 2007 жыл iPhone таныстырылып, мобильді интернет дәуірі басталды. Ал бүгінде интернет біздің өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Біз кез келген сұраққа жауап ала аламыз, онлайн сауда жасаймыз, әлеуметтік желілерде байланысамыз, тіпті жасанды интеллектпен сөйлесе аламыз. Бірақ бұл тек бастамасы ғана. Келесі қадам қандай? 6G мен спутник интернет. Жасанды интеллектпен толықтырылған іздеу жүйелері, метавселендер мен виртуалды әлемдер. Интернет пен компьютерлер бізді қайда апарады? Бұл технологияның шегі бар ма? Кәне, комментарийға қалдырып кетіңіз ойыңызды. Ал біз келесі бөлімге өтеміз. Смартфондар мен мобильді технологиялардың дамуы. Бұл құрылғылар бізді қалай өзгертті? Қазір мына құрылғыны қараңыз. Сіздің қолыңыздағы смартфон. Бұл жай ғана телефон емес. Бұл сіздің әмияныңыз, жұмысыңыз, кинотеатрыңыз, тіпті десеңіз фотоаппаратыңыз, әлемге деген терезеңіз. Бірақ бұл осындай қуатты болу үшін қандай жолдан өтті? Алғашқы мобильді телефондар 1970-1990 жылдар. 1973 жыл Мартин Купер және алғашқы мобильді қоңырау. Бұл кезде телефондар өте үлкен және ауыр болды. Және тек қоңырау шалуға ғана мүмкіндік беретін. 1983 жыл Motorola Dynatac 8000X. Бұл нарыққа шыққан алғашқы мобильді телефон. Оның бағасы $4000 болатын сол кездері. Ал бір зарядқа тек 30 минут қана сөйлесуге болатын. 1990-2000 жылдар мобильді революция басталды. 1990 жыл Nokia 9000 коммуникатор алғашқы смартфонның негізін қаланды. Бұл құрылғы электрондық пошта жібере алды. 1999 жыл Nokia 3210 ең танымал телефондарының бірі, оның сатылымы 160 миллион данаға дейін жетті. 2003 жыл камералы телефондар пайда болды. Яғни Sony Ericsson T610, Nokia 7650. 2007 жыл 4G дәуірі, 4-ші generation. Интернет жылдамдығы жоғарылап, смартфондар ноутбуктарды алмастыра бастады. 2020 жыл 5G дәуірі, жасанды интеллект, интернет заттары, жоғарғы жылдамдықтағы байланыс. Ал бүгінде смартфон бізді қалай өзгертті? Біз 24/7 онлайнбыз. Біз күнделікті жүздеген хабарлама жібереміз. Бізге барлық ақпарат 1 секундта қолжетімді. Енді не болады? 6G дәуірі, интернеттің жаңа мүмкіндіктері, құлаққа тағылатын микрочиптер, смартфондардың болашағы, толықтырылатын және виртуалды шындық, телефонсыз өмір. Бір сұрақ,
Смартфондар біздің өмірімізді жақсартты ма? Әлде керісінше бізді гаджеттерге тәуелді етті ме? Комментарийде пікіріңізді қалдырыңыз. Қалай болуда біздің премьерамыз? Ұнап жатса, лайк басуды да ұмытпаймыз. Ал біз келесі бөлімге өтеміз. Жасанды интеллект пен машиналық оқыту. Бұл технология шын мәнінде адамзатқа қалай әсер етеді? Сізбен қазір сөйлесіп тұрған мен адаммын. Бірақ дәл қазір осы сөздерді жасанды интеллекттер жазалар еді. Бүгінде жиі бізді бақылап, біздің қалауларымызды алдын ала болжап, тіпті біздің орнымызға шығармашылық жұмыс істей алады. Бірақ бұл қалай мүмкін болды? Жасанды интеллект дегеніміз не? AI, жасанды интеллект, адамның ойлау қабілетін еліктейтін бағдарламалар. Ол деректерді талдап, үйреніп, біздің орнымызға шешімдер қабылдай алады. Бірнеше жыл бұрын AI қандай болды? 1950 жыл Алан Тюринг машина ойлай алады ма деген сұрақ қойып, ол Тюринг тестін ойлап тауып, машина мен адамның ойлау қабілетін салыстыруды ұсынды. Ең алғаш жасанды интеллект осы жерде басталды. 1997 жыл IBM Deep Blue шахмат ойынында әлем чемпионы Гарри Каспаровты жеңді. 2011 жыл IBM Watson Jeopardy ойынында адамдарды жеңіп шықты. 2016 жыл Google DeepMind AlphaGo әйгілі Go шеберін ұтты. Осылай біздің жасанды интеллектіміз жыл сайын даму үстінде. Ал қазіргі жасанды интеллект не істей алады? Сіздің телефоныңыздағы Siri, Google Assistant, Alexa барлығы жасанды интеллект. AI жасанды интеллект сурет сала алады. Мысалға, DALL-E, Midjourney. Музыка жаза алады. Aiva, Jukebox. Мәтін құра алады. ChatGPT, Bard. Өздігінен көлік жүргізе алады. Tesla, Autopilot. Және де соңғы жаңалықтарды қоса кетейін, мәтін құрастыру үшін қазір DeepSeek Қытай Республикасынан шыққан жаңа жасанды интеллектте орын алды. AI күнделікті өмірімізде қалай қолданылады? Мысалға, YouTube сізге қызықты видеоларды алдын ала болжап бере алады. Netflix қандай фильмдер ұнайтынын таба алады. Банк жүйелері алаяқтық операцияларды анықтайды. Ал AI болашағы қандай? Жасанды интеллект жұмысты автоматтандырады, бірақ жұмыссыздық мәселесін туындатуы мүмкін. ChatGPT секілді жүйелер адамдардың орнын баса ала ма? Жасанды интеллект адам санасына жетуі мүмкін бе? Бір сұрақ, сіз жасанды интеллектті қауіп деп санайсыз ба, әлде керісінше болашақтың мүмкіндігі деп санайсыз ба? Комментарийда жаза кетіңіз ойыңызды. Мен барлығын оқып отырмын. Ал біз келесі бөлімге өтеміз. Криптовалюта және блокчейн технологиялар болашақ қаржы жүйесін қалай өзгертеді бұл технологиялар? Ақша адамзат өркениетінің басты құралдарының бірі. Біз мыңдаған жылдар бойы алтынды, қағаз ақшаны, банктік жүйелерді қолдандық. Бірақ енді бәрі өзгеруде. Біз цифрлық дәуірге қадам бастық. Сіз қазір криптовалюталардың әлеміне кіргелі тұрсыз. Криптовалюта дегеніміз не? Криптовалюта орталықтандырылмаған цифрлық ақша. Яғни оны ешбір үкімет немесе банк бақылай алмайды. Ол тек блокчейн деп аталатын ерекше технология арқылы жұмыс істейді. Блокчейн қалай жұмыс істейді? Бұл бүкіл әлем миллиондаған компьютерлерге таралған үлестірілген мәліметтер базасы. Әрбір транзакция блок түрінде сақталады және алдыңғы блокқа жалғанады. Ақпарат өзгертілмейтіндей етіп сақталады. Оны бұзу мүмкін емес. Криптовалютаның тарихы 2008 жыл Сатоши Накамото есімді жұмбақ адам биткоин концепциясын ұсынды. 2009 жыл алғашқы биткоин транзакциясы жасалды. 2010 жыл бір жігіт 10 000 биткоинге
2 ғана пицца сатып алды. Бүгінде бұл миллиардтаған доллар тұрар еді. 2015 жыл Ethereum пайда болды. Смарт келісімшартпен жұмыс істейтін платформа. Криптовалютаның артықшылықтары банкке тәуелсіз. Сіздің ақшаңызды ешкім бұғаттай алмайды. Жылдам аударымдар, шекаралар жоқ. Бүкіл әлем бойынша транзакциялар бірнеше минутта жасалады. Қауіпсіздік және анонимдік. Блокчейн технологиясы транзакциялардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бірақ бұл криптовалюталарда қандай қауіптер бар? Бағаның құбылмалылығы. Бір күнде құны бірнеше есе өзгеруі мүмкін, немесе құлап кетуі де мүмкін. Алаяқтық пен хакерлер. Көптеген адамдар инвестицияларын жоғалтып жатыр. Құқықтық шектеулер. Кейбір елдер криптовалютаны шектеуге тырысады. Ал болашақта не болады? Орталық банктің цифрлық валюталары, үкіметтер өздерінің цифрлық ақшаларын жасауда. Web 3 және децентрализацияланған қаржы орталығы, яғни DeFi. Банктерсіз қаржылық жүйелер. Және NFT және метавселендер, цифрлық активтердің жаңа дәуірі. Сіз қалай ойлайсыз? Криптовалюта болашақтың ақшасы бола ала ма? Әлде бұл уақытша тренд пе? Комментарийде пікіріңізді қалдырыңыз. Түсінбеген болсаңыз да қалдырыңыз. Ал біз келесі бөлімге өтеміз. Кибер қауіпсіздік және деректерді қорғау. Интернеттегі жеке мәліметтеріңіз қаншалықты қауіпсіз? Бүгінде біз барлық деректерімізді онлайн сақтаймыз. Фотоларымыз, хаттарымыз, банк карталары, тіпті жеке куәліктерімізге дейін. Бірақ сіз ойлап көрдіңіз бе, бұл ақпарат қаншалықты қауіпсіз? Егер сіздің есеп шотыңыздағы ақшалар бір сәтте жоқ болып кетсе, не істер едіңіз? Кибер қауіпсіздік дегеніміз не? Бұл интернеттегі деректерімізді хакерлерден, алаяқтардан және кибер шабуылдардан қорғау. Интернеттегі қауіптер қандай? Біріншісі фишинг. Хакерлер сізді алдап, логин мен пароліңізді ұрлайды. Мысалы, сізге банк атынан хабарлама келіп, деректеріңізді енгізуді сұрайды. Бірақ ол жалған сайт. Көріп жүрміз, соңғы кездері осындай хабарламаға сізге келген кодты айтып жіберіңізші. Сол арқылы мен сіздің неңізді қорғаймын деп алаяқтың жұмыстарын атқаруда. Екінші, вирус және зиянды бағдарламалар. Телефоныңызға немесе компьютеріңізге кіріп, ақпарат ұрлайтын зиянды бағдарламалар. Үшінші, ransomware, шифрлайтын вирустар. Хакерлер сіздің құрылғыңызды бұғаттап, оны ашу үшін ақша талап етеді. Мен бұл оқиғамен де кездестім. Университет табалдырығында оқып жүрген кезімізде біздің университеттің бухгалтериясындағы отыратын бағдарламашылардың компьютерлерін осылай ransomware шифрлап тастаған еді. Оның ішінде қаншама қаржылық құжаттар бар еді, барлығы нольге айналды, және оны қайтадан қалпына келтіру үшін мыңдаған долларларды сұраған болатын. Мәліметтер ағып кетуі, data breach. Ірі компаниялар сіздің жеке деректеріңізді дұрыс қорғамаса, олар хакерлердің қолына түсуі мүмкін. Мысалы, Facebook, LinkedIn, Instagram, Google сияқты платформаларда болған деректердің таралу оқиғалары. Осыларда да біздің ақпараттарымыз жоғалуда немесе сатылуда. Сізді кибер шабуылдан қалай қорғауға болады? Күшті пароль қолданыңыз. Біріншісі 1-2-3-5-6-7-8-9 немесе password сияқты парольдерден бас тартыңыз. Кемінде таңбадан тұратын күрделі пароль жасаңыз. Және де қазіргі кезде Google тарапынан көбінесе қолға алатын 2 факторлы аутентификация, яғни орысша двухфакторный аутентификация қосып қоюымыз керек. Бұл қосымша қорғаныс деңгейі сіздің аккаунтыңызды ұрлау мүмкіндігін азайтады. Бейтаныс сілтемелерге өтпеу. Егер сізге белгісіз адам хабарлама жіберсе, ешқашан күмәнді сілтемелерді баспаңыз. Біздің ортақ чаттарымыз бар ғой, сол жерге де келетін кейбіреулер тарапынан жіберілетін сілтемелерді мүлдем ашпаңыз. VPN қолданыңыз. Қоғамдық Wi-Fi желілерінде деректеріңізді қорғау үшін VPN пайдаланғаныңыз сіз үшін артығырақ.
компьютер мен телефонды жаңартып отырмыз. Хакерлер көбінесе ескі жүйелердегі осалдықтарды пайдаланады. Біз телефонымызға немесе компьютерлік бағдарламамызға жаңартулар келген кезде бірден жаңартып отыруымыз керек. Неге? Өйткені ол жаңартулар арқылы біздің осы жүйеміздегі кеткен қателіктердің алдын алып отырамыз. Яғни сырттан біздің бағдарламамызға, телефонымызға, компьютерлерімізге кіретін қолданушыларды тыйып тастаймыз. Яғни өзімізді қорғанысқа аламыз. Киберқылмыс қаншалықты үлкен проблема? 2021 жылы әлемде кибер шабуылдардың салдарынан 6 триллион доллар шығын келді. Әрбір 39 секунд сайын бір жерде хакерлік шабуыл болды. Кибер шабуылдардың 95% адам қателігінен болады. Ал болашақта не болады? AI, жасанды интеллект хакерлермен күресуге көмектесе ме? Әлде керісінше хакерлер жасанды интеллектті өз пайдасына қолдана ма? Биометриялық қауіпсіздік, біздің саусақ ізіміз, бет әлпетіміздегі тану қаншалықты сенімді? Кибер қауіпсіздіктің болашағы цифрлық паспорттар мен блокчейн арқылы қорғалатын мәліметтер бола ма? Сіз интернетте өзіңізді қаншалықты қауіпсіз сезінесіз? Кибер қауіпсіздік туралы пікіріңізді комментарийға жазып кетіңіз. Бірдеңе түсінген болсаңыз да, түсінбеген болсаңыз да, мен барлық комментарийларды оқып отырмын. Ал біз келесі бөлімге өтеміз. Биотехнология және медицина. Болашақта адам өмірін ұзартудың жаңа әдістері туралы не білесіз? Адамзат ежелден бері ұзақ өмір сүрудің, тіпті өлместіктің жолын іздеді. Бұрынғы алхимиктер мәңгілік өмір эликсирін іздесе, бүгінгі ғалымдар биотехнология мен медицинаның көмегімен адам өмірін 100, 150, тіпті 200 жылға дейін ұзартуды мақсат етеді. Бірақ бұл қаншалықты мүмкін? Биотехнология дегеніміз не? Бұл тірі ағзалардың мүмкіндіктерін өзгерту немесе жетілдіру үшін қолданылатын ғылым. Яғни ДНК-ны редакциялау, жасушаларды қайта бағдарламалау, жасанды ағзалар жасау сияқты жетістіктер. Медицина мен биотехнологияның заманауи жетістіктері CRISPR-Cas9 гендік инженерия революциясы. Бұл технология гендерді қию және жамау арқылы тұқым қуалайтын ауруларды түзетуге мүмкіндік береді. 2018 жылы қытайлық ғалым He Цианкуй адам эмбрионның ДНК-сын өзгертіп, ВИЧ-ке қарсы иммунитетті егіздер дүниеге келді. Бұл адамзат тарихындағы алғашқы гендік модификацияланған балалар еді. 3D принтелген ағзалар, яғни 3D принтерлерден жасалған ағзалар. 3D принтерлермен адамның жүрегі, бүйрегі, терісі жасалып жатыр. Болашақта трансплантацияланға донор қажет болмай, адамдарға өз ағзаларын басып шығару мүмкін болады. Робот-хирургтар және жасанды интеллект диагностикасы. Робот-хирургтар миллиметрлік дәлдікпен операция жасай алады. Жасанды интеллект сияқты қауіпті ауруларды адам дәрігерлерінен тезірек және дәлірек анықтай бастады. Болашақта не күтіп тұр? Қартаюды тоқтату немесе кері қайтару мүмкін бе? Адам миын бұлтқа жүктеп, сананы мәңгі сақтау идеясы қаншалықты шынайы? Биотехнология мен мораль. Біз генетикалық өзгертілген супер адамдарды жасаймыз ба? Сіз қалай ойлайсыз? Адам өмірін ұзарту жақсы ма, әлде табиғи өлім болуы тиіс пе? Комментарийде пікіріңізді көрейік. Біз келесі бөлімге өтеміз. Ғарыш технологиялары. Адамзат Марсқа қашан қоныс аударады деген сұрақ. Ғарыш адамзаттың ең үлкен құпиясы. Мыңдаған жылдар бойы біз аспанға қарап, жұлдыздарға жетуді армандадық. Және міне осыдан 60 жыл бұрын алғашқы адам ғарышқа шықты. Бірақ бұл тек бастамасы ғана еді. Біз айға қондық, Марсқа зондтар жібердік, ал қазір басқа планеталарға көшу туралы шынайы жоспарлар жасалып жатыр. Ғарышты игеру тарихы 1957 жыл алғашқы спутник.
Кеңес одағы алғаш жер серігі спутник 1-ді орбитаға жіберді. Осы сәттен бастап ғарыш дәуірі басталды. 1961 жыл алғаш адам ғарышта. Юрий Гагарин тарихтағы алғашқы ғарышкер. Ол «Поехали» деп айта отырып адамзаттың ғарышқа жолын ашқан болатын. 1969 жыл айға алғашқы қадам. НАСАның Аполлон 11 миссиясы Нил Армстронг пен Баз Олдрин айға қонды. Бұл адам үшін кішкентай қадам, бірақ адамзат үшін алып секіріс. Ғарыш технологиялары бүгін SpaceX және қайта пайдаланатын зымырандар. Илон Масктың SpaceX компаниясы зымырандарды қайта пайдалану технологиясын дамытып, ғарышқа ұшу құнын бірнеше есеге азайтқан болатын. Starlink, ғаламдық интернет. SpaceX мыңдаған спутниктерді орбитаға шығарып, бүкіл әлемге интернет таратуды жоспарлап отыр. Ай базалары, адамзаттың жаңа мекені. НАСА және Қытай 2030 жылға дейін айға қайта оралып, тұрақты базалар салуды жоспарлауда. Адамзат Марсқа қашан жетеді? НАСА мен SpaceX жоспары 2030-2040 жылдары алғашқы адамдар Марсқа жетуі мүмкін деп отыр. SpaceX Starship зымыраны 100 адамды Марсқа жеткізу үшін жасалып жатыр. Марста өмір сүру мүмкін бе? Ғалымдар Марсты терраформинг жасап, яғни оны жерге ұқсас жағдайға кетіруді жоспарлауда. Бірақ ол үшін оттегі, су, азық-түлік және энергия мәселесін шешу қажет. Ғарыштың болашағы. Ай мен Марста қалалар салына ма? Астероидтардан алтын, платина секілді бағалы металдар алына ма? Адамзат басқа жұлдыздарға жете ала ма? Сіз қалай ойлайсыз? Адамзат шексіз ғарышты бағындыра ала ма? Әлде біз тек жерде өмір сүруге тиіспіз бе? Кәне, комментарийда пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Ал біз келесі бөлімге өтеміз. Болашақ технологиялары. Бізді 50 жылдан кейін не күтіп тұр? Егер сіз 50 жыл артқа қарасаңыз, адамдардың бүгінгі технологияларды елестете алмағанын байқайсыз. Смартфондар, интернет, жасанды интеллект бәрі ғылыми фантастика сияқты көрінген еді. Ал енді 50 жыл алға көз жүгіртейік. Болашақта бізді не күтіп тұр? Бірінші, кванттық компьютерлер. Жаңа технологиялық революция. Кванттық компьютерлер ақпарат миллиард есе жылдам өңдей алады. Google'дың кванттық компьютері кейбір есептеулерді қарапайым суперкомпьютерден 100 миллион есе жылдам орындады. Болашақта бұл технология дәрі-дәрмек, климаттық өзгерістерді зерттеу және жасанды интеллектті дамытуда революция жасайды. Екінші, бионикалық адамдар, киборгтарға айналу. Робот қолдар, көздер және ми чиптері. Болашақта мүмкіндігі шектеулі жандарға супер қабілеттер береді. Neuralink Илон Масктың жобасы әрине. Адам миы мен компьютерді біріктіріп, ой күшімен гаджеттерді басқаруға мүмкіндік береді. Болашақта біз адамның интеллектін жасанды түрде күшейте аламыз ба? Үшінші, смарт қалалар мен жасанды интеллект. Болашақ қалаларында бәрі жасанды интеллект және IoT, интернет заттары арқылы басқарылады. Ойланып көріңіз, сіз ойлаған нәрсеңізді бірден алдыңызға алып келіп беріп тұр. Автономды көліктер, робот полицейлер, смарт үйлер болашақ қалаларының негізгі элементтеріне айналады. Жасанды интеллект қаладағы көлік кептелістерін, энергия тұтынуды және қауіпсіздікті бақылайтын болады. Төртінші, ғарыштық туризм және басқа планеталарға көшу. SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic сияқты компаниялар ғарыштық туризмді дамытып жатыр. 2040-2050 жылдары адамдар Марсқа алғашқы қалаларды сала бастайды. Астероидтық шахталар болашақта ресурстарды ғарыштан алу мүмкіндігі бар. Бесінші, өлімді жеңу. Адам өмірін ұзарту мүмкін бе? Ғалымдар қартаюды кері қайтарудың жолдарын іздеуде. Жасушаларды жаңарту технологиялары арқылы адамдар 150-200 жыл өмір сүре ала ма? Крионикс. Адамдарды мұздатып, кейін қайта тірілту идеясы шындыққа айнала ма? Алтыншы,
Тұлғаны цифрландыру. Сіздің миыңыз бұлтқа жүктеле ме? Тұлғаны сандық форматта сақтау болашақта мүмкін бола ма? Егер адам миының толық көшірмесін жасауға мүмкіндік болса, біз өлмеске айнала аламыз ба? Болашақтың шегі бар ма? Жасанды интеллект адамдардан ақылдырақ бола ала ма? Роботтар бізді алмастыра ала ма? 2050 жылға қарай адамзаттың өмірі қалай өзгереді? Сіз қалай ойлайсыз? Болашақ технологиялар бізге жақсылық әкеле ме, әлде қауіп пе? Комментарийда білдіріңіз. Комментарийда барлық нәрсеңіз жазыңыз. Қысылмаңыз, ойыңызды ашық білдіріңіз. Біз тарихын, бүгінін және болашақты талқылау үстіндеміз. Технология бізге көптеген мүмкіндіктерді берді. Өмірімізді жеңілдетті, медицинаны дамытты, ғарышқа жетеледі. Бірақ сұрақ қалды. Бұл технологияларды қолдану қаншалықты дұрыс? Біз этикалық шекараны бұзып жатқан жоқпыз ба? Жасанды интеллект көмекші ме, әлде қауіп пе? Жасанды интеллект қазір адамның жұмысын жеңілдетіп, көптеген салаларда тиімді шешімдер қабылдап жатыр. Бірақ егер жасанды интеллект адамнан ақылдырақ болып кетсе не болады? Егер ол біздің өмірімізді толық бақыласа ше? Жасанды интеллект моральдық шешімдер қабылдай ала ма? Жасанды интеллект соғыста қолданылса ше? Автономды дрондар, робот сарбаздар бұл болашақта қауіпті қақтығыстардың жаңа түрін әкелуі мүмкін. Жасанды интеллект адамдарды жұмыссыз қалдыра ма? Автоматтандырудың арқасында көптеген мамандар жойылып кетуі мүмкін. Жүргізушілер, бухгалтерлер, тіпті заңгерлер және дәрігерлердің орнын жасанды интеллект басуы ықтимал. Екінші, гендік инженерия адам эволюциясы ма, әлде табиғатқа араласу ма? CRISPR технологиясы арқылы адамдар гендерді өзгерте алады. Бірақ егер байлар генетикалық жақсартылған балалар жасай бастаса, әлеуметтік теңсіздік күшейіп кетпей ме? Егер біз ауруларды түбегейлі жойып тастасақ, табиғаттың балансы бұзылмай ма? Супер адамдар пайда болса, қоғамда қандай өзгерістер болады? Не деген сұрақтарының барлығы. Үшінші, тоталитарлық технологиялар толық бақылау мүмкін бе? Смарт қалалар, бейне бақылау жүйелері, бет әлпетті тану технологиясы бәрі қауіпсіздікті жақсартуы мүмкін. Бірақ егер үкімет немесе корпорациялар адамдардың әр қадамын бақыласа не болады? Егер сіздің жеке өміріңіз толығымен цифрлық жүйелерге тәуелді болса ше? Кибер қауіпсіздік жеткілікті деңгейде бола ма? Төртінші, өмірді ұзарту мүмкіндік пе, әлде моральдық дилемма ма? Егер адамдар 200-300 жыл өмір сүре бастаса, демографиялық дағдарыс болмай ма? Қартаюды тоқтату адам табиғатына қаншалықты сәйкес келеді? Тек бай адамдар ғана ұзақ өмір сүретін жаңа элита пайда бола ма? Өйткені бұл технологияларды көбінесе байлар қолданады, ең бірінші болып. Технологияны кім бақылау керек? Үкімет пе, корпорациялар ма, әлде адамдардың өздері ме? Біз технологияның дамуын тоқтата аламыз ба? Әлде оған бейімделуіміз керек пе? Қалай ойлайсыздар? Біз болашақта қандай моральдық шешімдер қабылдауымыз керек? Сіз қалай ойлайсыз? Технология адам үшін, адамзат үшін игілік пе, әлде қауіп пе? Пікіріңізді комментарийға жазыңыз. Енді көбіңіз қауіпті деп ойлап жатсыздар. Бір жағынан адамның жұмысын жеңілдетіп жатқан жағы да бар. Оған да қарауымыз керек. Ал біз соңғы бөлімге өтеміз. Қорытынды. Бүгінгі технологиялар біздің болашағымызды қалай өзгертеді? Біз адамзат тарихының ең жылдам дамып жатқан дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Бірнеше 100 жыл бұрын адамдар доңғалақ пен бу машинасын ойлап тапты. Бір ғасыр бұрын радио мен электр жарығы пайда болды. Ал қазір біз жасанды интеллектпен сөйлесіп, смартфондарымыздан ғарыш кемелерін басқара аламыз. Технология біздің өмірімізді қалай өзгертті? Біз бір секундта әлемнің кез келген жеріндегі адаммен байланыса аламыз. Біз ауруларды емдеп, адам өмірін ұзартып жатырмыз. Үшінші, біз басқа планеталарға барлап отырмыз. Бірақ біз бір нәрсені есте сақтауымыз керек. Технология тек құрал. Ол бізді бақытты ете ме, әлде қауіпті жағдайға алып келе ме? Бұл біздің қалай қолданатынымызға байланысты. Болашақ біздің қолымызда. Жасанды интеллект және автоматтандыру біздің көмекшіміз бе, әлде жұмыссыздықтың себебі ме? Гендік инженерия адамзатты жетілдіре ме, әлде табиғатты бұза ма?
ғарыштық технологиялар жаңа мүмкіндіктер ме, әлде жерді ұмыту қаупі ме? Кибер қауіпсіздік біздің құқығымызды қорғай ма, әлде бақылауға алудың жаңа құралы ма? Біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Технология тек құрал. Оны қалай қолданатынымыз біздің таңдауымыз. Енді сізге сұрақ. Сіз технологияны қалай қабылдайсыз? Бұл адамзаттың ең үлкен жетістігі ме, әлде ең үлкен қаупі ме? Комментарийде өз ойыңызды бөлісіңіз. Осы видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Егер сізге осындай технологиялық тақырыптар қызықты болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Жаңа видеода кездескенше сау, сәлеметті болыңыздар. Тоқтаңыз. Мен жақсы дегенше сіз кетіп бара жатырсыз. Бұл біздің 1 сағаттық премьера еді ғой. Әлі біткен жоқ біздің неміз. Біз енді осы жасанды интеллекттерді қалай қолдана аламыз, сол туралы көрейік. Бірнеше жасанды интеллектті сіздерге қолданып, біршама түсіндіріп өтейін. Ол үшін өзіміздің браузерімізге келеміз. Білесіздер, соңғы жаңалықтардың бірі жасанды интеллекттерде видеоларды жасау. Яғни сіз бұған команда бересіз, ол сізге видео жасап береді. Мысалға, бұл ChatGPT, яғни OpenAI компаниясының жасап шығарған өнімі. Бұл sora.com деп аталады сайты. Осы сайтына кіріп, сіз мысалға мына видеолардың барлығын команда беру арқылы жасата аласыз. Яғни жасанды интеллекттің соншалықты дамығаны, бұл сіздің бұл жалпы жасанды интеллект экрандағы пиксельдермен жұмыс жасайды ғой. Бұл OpenAI компаниясының жасаған өнімі. Бұл Sora. Бұл жерде сіз мына жерде ал видеос, мысалы өзіңізге бір мына жерге командаңызды бересіз. Мысалға кез келген команданы қазір мен ChatGPT-ға жаздыртамын, и оны осы жерде видеосын жасап көруге тырысамыз. Бірінші ол үшін ChatGPT деген сайт бар. chatgpt.com деп аталады. Осы сайтқа кіресіз, өзіңіздің аккаунтыңызды тіркеп кіресіз, Google аккаунтыңызды. Ары қарай мына жерге командаңызды бересіз. Сәлем GPT, маған sora.com сайты арқылы бір видео жасау үшін ағылшын тілінде prompt, яғни команда prompt жазып бер. Жібереміз. Бұл бізге Sora'да видео жасайтын, мысалы ChatGPT бізге текст жасап береді. Сол текстті апарып Sora'ға қойып бір не жасата аламыз. Енді бұл жерде мен айтады, Sora'да видео жасау үшін нақты және толық промпт жазу маңызды екенін айтып отыр. Маған видеоның қандай болатыны, сюжеті, стилі, ұзақтығы, атмосферасы, түсі, яғни сіздің видеоңыздың деталіне, барлық деталіне дейін сұрап жатыр бұл жерде. Соның барлығын сізге жазып береді дейді. Мысалға кино сияқты дейін. Кино сияқты деп жазайын. Enter'ді басамын. Ары қарай жанрын сұрап жатыр менен. Жанры қандай? Ғылыми, фантастика, оқиға орны қайда, кейіпкерлер бар ма, эмоция қандай? Нақты бір сцена керек пе, әлде жай ғана жай ғана жалпы атмосфералық видео деп өзі айтқан екен. Соны жіберейік. Және маған оның командасын шығарып береді. Маған екі түрлі ұсынып жатыр. Қазір осының біреуін таңдайтын боламыз. Міне кино стилінде жалпы атмосфералық видео жасауға арналған ағылшын тіліндегі промпт. Мына жерде де міне Sora үшін кино сияқты жалпы атмосфералық видеоға арналған ағылшын тіліндегі промпт. Мен оң жақтағыны таңдаймын. Осыны таңдағандықтан осыны көшіріп аламыз енді. Осыны көшіріп болғаннан кейін Sora сайтына өтеміз. Describe your video деген жерге жібереміз. Бұл жерге де өзіміздің аккаунтымызбен кіруімізді ұмытпаймыз. Create video дегенді жібереміз. Бұл құйрық, add to queue дейді. Құйрық деген нәрсе жалпы ағылшын тілінен аударған кезде кезекке қойылды дейді.
яғни осы біздің видеомыз, енді бұның барлығын олар өздерінің үлкен бір база данныйында жұмыс жасатқызғандықтан кезекке қояды, сол кезек бойынша жұмыс істеп береді. Бұл OpenAI компаниясының жасаған өнімі. Екінші бізде мына екінші неме өтейін. Ол Hailuo AI деп аталады, яғни жасанды интеллект бұл да. Енді бұл жерде сіздерге күніне 3 видео жасауға рұқсат береді, және бұл секундтары аз. Мысалға, барлық видеоны осы команда беру арқылы жасаған мына жердегі видеолардың бұларды алып, жоғары качествода алып пайдалансаңыздар болады. 6 секундтық жасап береді екен. Енді бұл жерде аккаунтпен тіркелесіз, бұл жерге де менің өзімнің жасаған нелерім бар, жұмыстарым бар. Ол бір жасанды интеллектті қолдану арқылы бір видео түрінде бір YouTube-қа өзіме бір жасайын дегенмін. Осыларды қолдану арқылы бір бағдарламашы қыз туралы болады. Енді бір ертегі сияқты алып кетемін деп ойладым. Бірақ алдағы уақытта бұны жасаймын. Бұл қазір өзімде бір жоба ретінде қалады. Мысалға, мына жерде Нова деген бір адам атауын берді. Бұны да мен өзім жазып жатқан жоқ, бұның барлығын ChatGPT-ға жаздыртып жатырмын. Мысалға, Нованы тарихын түсіндіріп береді осы жерде. Ол кім екенін, қандай екенін, не істеп жатқандарын барлығын түсіндіреді. Бағдарламашы Нова қыз туралы бұл жерде. И оның ішінде де жасанды интеллекттің бар екенін айтады осы жерде. Енді мына жердегі түр адамның түрі емес, жасанды интеллекттің жасаған түрі. Мына жерде де дәл сондай. Мысалға, мына жерде ассистенті бар бір жасанды интеллектті қолданған түр. Осылай видеоларыңызды алып, редактирование жасасаңыздар болады, біріктіріп. Бұлар авторлық келмейді, бірақ YouTube-тың бір несі бар. Жасанды интеллекттің қолданылған видеоңыздағы уақыт саны жалпы видео уақытының 50%-нан аспау керек деген шарты бар. Яғни сіз өзіңіздің видеоңыздың ішінде жасанды интеллекттің видеоларын өте көп қолданбауыңыз керек. Ол монетизация шарттарына қайшы келгендіктен оны қолдандыруға болмайды. Бұны бірақ кішігірім нәрселер, эпизодтарды алып қолдансаңыз болады. Екінші, жаңа Сора туралы айтып кеттім. Бұл Сораның жасаған видеолары, мысалға мыналар қарап отырсаңыздар. Кәдімгі кинотеатрда түсірілген секілді эффектпен жасаған, адамдардың видеоға түсірілуін керемет етіп жасаған енді. Және тек бұл OpenAI ғана емес, бұған Google-дың да қарсы ответкасы бар, яғни жауабы бар. Ол VO2 деп аталатын модель. Бұл жерде де видеоларды өзіңіз жоғарғы сапалы да етіп дайындай аласыз. Енді мына жердегі видеолардың барлығын, мысалға, мыналардың барлығын осы не жасаған. Мен барлығын қазір YouTube-қа қойып қойған екен. Бұл VO2, бұл OpenAI-дан қарағанда жоғарғы сапалы және физикалық құбылыстарға сәйкес етіп жасайды. Енді жаңа OpenAI-дың видеоларында мысалға физикалық құбылыстар, физикалық заңдылықтар сақталмайды. Мысалға, бірден сурет келеді, екінші жаққа өзгеріп кетеді. Кейбір нәрселерде, мысалға, атты қарайық. Атты қарап отқанның өзінде де ар жағындағы адамдар өтіп бара жатады да жоқ болып кетеді. Ол уже видеоның несіне әсер етеді. Мына жерде де дәл сондай. Мысалға, мына жерден бастап түтін шығады қазір. Бұл мына жерден бастап түтін шығып жатыр, бірақ ол түтін негізі басынан бастап шығу керек еді бұл да. Бірақ бұл уже шамалы физикалық құбылыстарға қайшы, яғни оған сәйкес келмейді. Сондықтан осындай бір видеоларды шығарып, енді бұл жасанды интеллект алдағы уақытта өзінің дамытады, әлі даму үстінде. Бұлардың барлығы 3 түрлі жасанды интеллект туралы сіздерге көрсеттім қазір. Мына жердегі біздің жаңағы видеомызда дайын болып қалған екен осы орайда. Міне көрсек болады мына жерде. Міне жаңағы ChatGPT-ға жаздырдық кодты, и кодтан бізге нәтижесінде мынандай видео келді. Қазір осы видеоны мен сіздерге дәу экранға алып көрсететін боламын.
Енді тек видео жасату ғана емес, бұдан бөлек бұның барлығын өздеріңіз монтаждап жасай берсеңіздер болады. Мысалға мына мен даунлоудпен видеоны мысалы watermark, яғни мына жерге ChatGPT несі қойылады, жарайды, и оны скачать етіп аламын өзіме. Енді мен бұл жерде айтқым келетіні сіздерге осы ChatGPT-ді қолдану туралы еді. Және сіздерге бір плюс айтайын. Сіздерге бір осы жасанды интеллектті тек сайтта ғана қолдану мүмкіншілігі емес, тікелей өзіңіздің WhatsApp неңізде де қолдансаңыз болады. Ол үшін мына номерді сіздер сақтап алыңыздар өздеріңізге. Мына жерде менің чаттарым бар, бұл жерде чат GPT. Міне, осы номерді сақтап алыңыздар сіздер. Номерін қазір көрсетемін. Мына жерде міне бірінші номерді алған, бірінші ел ретінде. Одан кейін 800, одан кейін 242 84 78. Осы номерді сақтап алып, сіздер сөйлессеңіздер болады. Сәлем, чат GPT. Қалайсың? Enter'ды басамыз, и бізге ответ келетін болады. Сәлем, жақсы, рахмет, сен қалайсың? Осылай сөйлессеңіздер болады. Мен сені қандай мақсаттарым үшін қолдана аламын? Сіз бұны қандай мақсаттарда қолдана аласыз? ChatGPT-ді сіздерге жауабын жазып берсін. Осы номерді сақтап алыңыздар. Міне, сенімен әртүрлі мақсаттарда жұмыс істей аламын дейді. Міне кейбіреуі дейді. Мысалы 7 түрлі нәрсе жазыпты. Ақпарат іздеу. Нақты бір тақырып бойынша ақпарат немесе түсініктеме қажет болса, мен сенің сұрақтарыңа жауап беруге дайынмын дейді. Жазу мен редакциялау, мәтіндерді жазу, өңдеу немесе идея ұсыну үшін қолдана аласың. Мысалы, блог жазбалары, ресми хаттар, сипаттамалар, әлеуметтік желі жазбалары сияқты. Мысалға, сіз бұны неге қолдана аласыз? Қазір аудио нелер бар ғой. Мысалы, бір роман, оқиға, қисса нелерді жаздырып, осыған сіз өзіңіз оқып, видео түсіріп дайындасаңыз болады. Мысалы, бұл бір нишаның бір түрі. Сізге оқиғаларды, барлық нәрсені осы ChatGPT жазып береді. Сіз оқып, аудиосын жасап, видеосын жасап, YouTubeға салып отырсаңыз болады. Үшінші, техникалық көмек дейді. Бағдарламалау, код жазу, қателерді табу, алгоритмдер және технологиялық мәселелер бойынша көмек көрсете алады. Тіл үйрену. Тіл үйрену үшін де қазір ChatGPT-ді қолдансаңыз болады. Яғни, мысалға мен ағылшын тілін үйренгім келеді, маған бір апталық жоспарыңды бер. И сол жоспар бойынша маған сабақты қалай үйрену керек екенін жолдарын көрсет деген сияқты команда берсеңіз, сізге бұл өзінің автоматты жоспарын айтып, сізге күнделікті сізге жазып отырады. Сөйтіп, сіз ағылшын тілін, басқа да тілдерді үйренсеңіз болады осы арқылы. Шығармашылық тапсырмалар дейді. Мақалалар, өлеңдер, қысқа әңгімелер, немесе әлеуметтік желілерге жазбалар сияқты шығармашылық жұмыстарды жаздырта аласыз. Психологиялық кеңес, күнделікті мәселелер мен ойлар туралы сұхбат құрып, оң пікірлер мен кеңестер беру. Яғни, сіз бұнымен ассистент ретінде сұхбаттаса аласыз, және досыңыз ретінде де сұхбаттаса аласыз. Кейбір техникалық тапсырмалар, электрондық кестелер мен диаграммалар жасау, PowerPoint презентацияларын құру және тағы басқа офистік жұмыстарға да көмек көрсете алады. Демек, бұл ChatGPT сіздің қарап тұрсам, барлық нәрселеріңізге көмектесе алады. Кез келген нәрсе бойынша идея сұрай аласыздар, қолдана аласыздар. Бірақ ескеретін жағдай, бұның барлығын тек дұрыс, жақсы мақсатта қолдана алу шарт. Яғни, бұны жаман жағына қарай қолдануға мүлдем кеңес бермеймін. Яғни, бұның да белгілі бір дәрежеге дейін дұрыс жауап беретіні бар, ары қарай дұрыс жауап бермейтін жерлері де бар. Яғни, кейбір кезде сіздерге дұрыс жауапты бермейді. Бұны берген жауаптарын сіз нақты дәлелмен өзіңіз де іздестіріп, басқа жақтан да іздестіріп, факттерді салыстыра отырып қабылдауыңыз керек. Бірден бұлардың барлығын қабылдай берудің қажеті жоқ. Енді бұл ChatGPT-ден тек тексттерді алдық. Енді мына жерде бұл ChatGPT-дің сіздерде тегін нұсқасы, яғни
ақша төленбеген нұсқасында сіздер бірнеше суреттер істей аласыздар. Яғни сіздің командаңыз арқылы ол сурет те жасап бере алады. Мысалға, қазақ қар киіз үйінде отырған ою өрнектегі киімі бар бағдарламашы баланың суретін жаса деп команда берейік, и ChatGPT бізге суретті жасап беретін болады. Енді қазір мен ақылы түрін қолданамын. Бұл жерде ақылы түрі болғаннан кейін маған шектеусіз көптеген суреттерді ала аламын. Міне осылай өзіңізге керекті, мысалы міне қазақтың киіз үйінде отырған бағдарламашы бала туралы өзі жасанды интеллект сізге осылай сурет дайындап берді. Сіз де бұны скачет етіп өзіңіз қалаған нәрсеңізге қолдана аласыз. Мен мысалға өзімнің YouTube арнамда пост көрген боласыздар. Қазір сіздерге көрсетіп беріп кетейін. YouTube Studio және контент бөлімінде посттар деген бар. Мысалы менің арнама кірсеңіздер, сіздер мына жерде посттар деген тұрады. Осы посттарға да қарап жүріңіздер. Осы посттағы нәрселер мен тек осы IT саласы бойынша жаңалықтарды осында салып отырамын. Бірінші болып білгіңіз келсе менің каналыма жазылып кетіңіз. Әрине осы премьера сіздерге ұнап жатыр деп ойлаймын. Осы көп нәрсемді мысалы қарап отырсаңыздар, мысалы мына бір постты алайық. Мына суреті тұр ішінде. Мына сурет ішіндегі жазылған текст барлығы жасанды интеллектті қолдану арқылы жасалып отырған нәрселер. Енді шыны керек, мойындайын. Олардың барлығын мен осында жасатып жаздыртамын және дұрыс еместігін тексеріп, одан кейін барып осында салып отырамын. Осылай өздеріңізге пост салсаңыздар да болады, сурет жасасаңыздар да болады. Жаңа бір несі менің дауысымды жасанды интеллектке оқыту туралы несі бар еді, премьераның ішінде қойылды. Ол өзіміздің Қазақстандағы Назарбаев университетінің жасап жатқан жобасы бар еді. Ол үшін issai.nu.edu.kz/kk, яғни қазақ тілінде, және модельдің версиясы TTS2/kaz деп аталады. Осы сайтқа кірсеңіздер, сіздер мәтіндеріңізді қазақша оқыта аласыздар. Мысалға, менің атым Мұртаза болады, ал сіздің атыңыз кім деп, мысалға Исекеңе оқыталам, Раяға оқыталам, Әселге оқыталам, Думан болып оқыталам. Мысалға Думанды таңдаймын, Get Audio дегенді басамын, мына жерге келсемін, жалғастыруды басқаннан кейін маған менің атым Мұртаза болады, ал сіздің атыңыз кім? Соны қоямын. Так, Думанмен оқытқан жоқ. Енді қате беруі де мүмкін. Мысалға Исекеңмен оқытайық. Сақтаймыз, жалғастыру. Бұл жерде де жасаған жоқ қазір. Бірақ мен осы жүйені қолдану арқылы өзіме скачет етіп аламын. Сіздер бұны телефонмен кірсеңіздер, сіздерге істеп беру керек. Енді қазірше білмеймін не үшін істемей тұрғанын. Бірақ істейді. Осы жерден мен алып қолдандым өзімнің нелердің барысында. Енді сайттарды қорытындылайық. Мынау hi.lu.i.video осы сайтқа кіресіздер. Өздеріңіздің 6 секундтық, 5 секундтық видеоларыңызға команда беру арқылы жасата аласыздар. Мысалға, мынау біреуі мен жасатқан, бұрынғы жасаған нем бойынша. Екінші бізде sora.com ChatGPT-дің видео жасайтын жүйесі. Осылар арқылы да жасата аласыздар. Үшінші Veo.2, яғни бұл Google-дің DeepMind деп аталатын жүйесі. Енді бұл жерде де біз видеоларымызды жасата аламыз. Тіркелу арқылы сіздер жасата аласыздар. Енді менің
осы видеоларымды қай жерде редактор жасаймын, сол туралы да бір көрсетіп кетейін. Соңғы болсын, Microsoft'тың Clipchamp деп аталатын несі бар, қолданбасы бар. Мен осы қолданбаны қолданамын. Бұл жерде де жасанды интеллект бар ішінде қолданамын дейтін болсаңыз, мысалы Windows үшін Microsoft Clipchamp сайтына кіресіздер. Мына жерде түркше тұр енді тілі менде. Мына жерде тегін өздеріңіз жұмыс істеткізіп көрсеңіздер болады. Және бұның артықшылығы экран записіңізді алады, яғни компьютеріңіздің экранында көрсете аласыз, бір жағынан өзіңіздің камераңызды да көрсете аласыз. Оған бөлек микрофон қоса аласыз, және барлығын осында бір жерге жинақтап, видеоңызды редактирование жасата аласыз. Осымен сіздерге менің 1 сағаттық премьерам ұнады деп ойлаймын. Сіздерге пайдам тисе қуаныштымын, пайдам тимеген болса бұл видео өзім үшін. Енді шыға берсеңіздер болады. Келесі видеоларда кездескенше аман есен болыңыздар.